Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен қолөнер арнасы алдыңғы видеоға сыймай қалған Balenciaga стиліндегі сөмкеміздің жалғасын сіздерге көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ал енді бүгін біз бұл сөмкеміздің алдына жабатын жерін тоқитын боламыз. Ал енді тоқып бастаймыз. Ең алдымен мына тұрған бұрыштағы моншаққа лескамызды өткіземіз. Екі басын теңестіреміз де, мына тұрған жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Мінекей бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Енді қараңыздар, дәл осылай жоғары қарай 7 қатар тоқып шығатын боламыз. Міне достар, жабатын жерінде тоқып болды. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар. Мінекей. Енді біз бұның алдындағы 4 бұрышты осындай жердегі тұратын затын жасайтын боламыз. Ол үшін мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей. 5 қатар санаймыз. Міне, 1, 2, 3, 4, 5. 5 санадық. Енді осы 5-ші емес, 6-шы моншаққа леска өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Мінекей бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды мына тұрған астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Тағы да осылай қайталаймыз. Астыңғы моншақтан өткіземіз. Жоғары жағына 2 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. 2 жасадық. Енді тағы да осылай 2 жасаймыз. Сонымен қосқанда 4 рет осылай жасайтын боламыз. Мінекей 4 рет жасадық. Енді мына тұрған жоғары қарап тұрған моншақтан өткіземіз лескамызды жәніндегі. Осында енді жоғары жағына 2 моншақ өткіземіз.
Енді қараңыздар, астыңғы лескамызды мына тұрған алдындағы астыңғы моншақтан өткіземіз. Тура жаңа қалай қайталадық мына жақтағы қатарымызды, енді осында қарама-қарсы беттегі қатарымызды да дәл осылай қайталап шығатын боламыз 4 рет. Мінекей біз бұл қатарды да тоқып болдық. Енді біз жоғары жағын тоқитын боламыз. Мінекей жоғары жағын тоқу үшін біз мына тұрған лескамызды мына тұрған моншақтан өткіземіз. Және де мына беттегі моншақтан өткіземіз. Бірден 2 моншақтан. Енді осында кез келген лескамызға 1 моншақ өткіземіз. Дәл осылай ары қарай соңына дейін тоқып шығатын боласыздар. Міне тоқып болдық. Енді келесі қатарға көшу үшін мына тұрған лескамызды 1-тен 3 моншақтан өткіземіз. Енді екінші жақтағы лескамызды осы моншақтан өткіземіз. Енді осында мына тұрған лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Өткіздік. Мінекей енді мына тұрған астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткізіп, осы қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. Енді астыңғы қатарға көшеміз. Астыңғы қатарға көшу үшін мына тұрған астындағы моншақтан өткіземіз лескамызды. Енді осы өткізген лескамызға 2 моншақ өткізіп, крючок жасап бекітеміз. Мінекей енді лескамызды мына тұрған жоғары жақтағы лескадан өткіземіз. Астыңғы лескамызға 2 моншақ салып, енді осы қатарды соңына дейін тағы да тоқып шығатын боламыз. Міне достар, бұл қатарды да тоқып болдық. Енді соңғы қатарды тоқимыз. Ол үшін лескамызды мына жәндегі моншақтан өткізіп, және де астыңғы моншақтан өткіземіз.
Енді осында бір моншақ салу арқылы осы қатарымызды тоқып шығатын боламыз. Мінекей достар, енді осы қатарымызды бір моншақ салу арқылы соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей достар, алдында осылай тоқып болдық, өте оңай. Қараңыздар, енді біз осы сөмкенің алдына застежка тақсаңыздар болады. Оны алдындағы видеода көрсеткем сіздерге. Енді біз бұл сөмкенің жоғары жақтағы мына жердегі ұстайтын жерін тоқитын боламыз. Ол үшін лескамызды аламыздағы, қараңыздар, мына тұрған бірінші моншақтан емес, екінші емес, үшінші моншаққа тоқитын боламыз. Мінекей, үшінші қатарға. Лескамызды мына тұрған үшінші моншаққа өткіземіз. Бір жақ лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Крючок жасап бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды мына тұрған жәндегі астыңғы моншақтан өткіземіз. Енді осында жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Крючок жасаймыз, бекітеміз. Енді дәл осылай тағы да қайталаймыз. Енді мына тұрған алдындағы моншақтан өткіземіз. 2 моншақ салып бекітеміз. Енді тұрған астындағы лескамызды астындағы моншақтан және де жоғары қарап тұрған моншақтан өткіземіз. 1-2 моншақтан. Енді осында кез келген лескамызға 1 моншақ өткізіп қатарымызды бекітеміз. Мінекей бір қатарымызды тоқып болды. Енді дәл осылай тағы бір қатарды тоқып көрсетейін сіздерге. Бір жақ лескамызға 3 моншақ саламыз. Крючок жасап бекітеміз. Астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Екі моншақ салып бекітеміз. Дәл осылай тағы да қайталаймыз. 2 моншақ салып бекітеміз. Қатарымыздың соңына келгенде 1 моншақ салып бекітеміз.
Мінекей достар, дәл осылай ары қарай тоқып шығатын боласыздар. Екі жағында осылай тоқисыздар, дағы екі ортасын қосатын боласыздар. 9-9 етіп, болмаса 9-8 етіп, өздеріңіздің ұзындықтарыңызға байланысты тоқып шығатын боласыздар. Мінекей достар, 9-да 8 етіп тоқып шықтым. Енді біз бұның екі ортасын қосатын боламыз. Ол үшін екі жақтағы лескамызға бір-бірден моншақ өткіземіз. Енді мына тұрған астындағы лескамызды мына тұрған моншақтан өткіземіз. Енді мына тұрған моншақ тұрған лескамызды моншағы жоқ лескамызға іліп аламыз, дағы қайтадан сол кері қарай моншақтан өткізіп крючок жасаймыз. Мінекей қатты тартып жұмыс жасаңыздар. Енді осы екі лескамызды мына екі жақта тұрған моншақтан өткіземіз. Осында кез келген лескамызға бір моншақ өткізіп, тағы да жаңағыдай қайталаймыз. Моншақ тұрған лескамызға крючок жасаймыз. Келесі тұрған лескамызды осы крючоктың ішінен өткізіп, бекітеміз. Мінекей енді екі жақта тұрған екі моншағымызға лескамызды өткіземіз. Осында кез келгеніне бір моншақ өткізіп, крючок жасаймыз. Енді астында тұрған екі моншағымыздан лескамызды өткіземіз. Мінекей енді мына тұрған ортадағы моншақтан лескамызды өткіземіз, дағы крючок жасау арқылы бірнеше рет қайталап лескамызды бекітеміз. Егер екі ортасын қалай қосу керектігін түсінбей жатқан болсаңыздар, менің арнамда осыған байланысты арнайы видео бар. Сол видеоны көру арқылы жасасаңыздар болады. Міне достар, қараңыздар, осымен біздің Balenciaga стиліндегі сөмкеміз дайын болды. Қараңыздар, ручкасында тоқып болдық, жабатын жерінде жасадық, астыңғы формасында шығардық. Мінекей өте әдемі болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.